Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге ең дәмді чебурекилердің рецептісін ұсынамын. Қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге қажет суды және үстіне сұйық майды құямыз. Және үстіне ұн салып отырып, қамыр илейміз. Кішкене шым-шым тұз салсаңыз болады. Начинкасын дайындап аламыз. Начинкаға піскен картоп езілген және укроп, тұз, бұрыш қажет. Укропымызды картоптың үстіне салып, тұзын, бұрышын дәміне қарай саламыз. Және құрғақ болып жатса, сұйық май құйсаңыздар болады. Одан соң қамырымызды кесіп отырып, жұқалап жаямыз. Чебурекилеріміз осылай дайын болды. Енді қызып тұрған майда екі жағын бірдей қуырып аламыз. Екі чебурекилеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.